Егер де сен достарың арасында мықты ойнағың келсе, бұл видеоны соңына дейін қарауың керек болады. Себебі бүгінгі видеода мен барлық телефонға читерск настройка беретін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, өзіңнің ойыныңмен достарыңды таңғалдыр. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Дәке. Бүгінгі видеода көріп тұрғандарыңыздай бүкіл телефонға настройка беретін боламын. Және де жай настройка емес, читерск настройка беретін боламын. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз достар. Және де достар, сіздерден үлкен кешірім сұрағым келіп тұр, себебі бізде 3 апта бойы видео шықпай кетті. Сондықтан сіздерден кешірім сұраймын. Алдағы уақытта 3 ай каникул келе жатыр, сол уақыттарда көптеген видеолар шығады. Сондықтан менің видеоларымды үзбей қараңыздар. Ал ендеше өз видеомызға кеттік. Ал сіздер бос қарап отпай, арнаға тіркеліп, лайк басып отырыңыздар. Ал достар, қазір настройканы көрсететін боламын. Менің артынан қайталап, өздеріңізде настройка қойып алсаңыздар болады. Ең бірінші бізге обзорды дұрыстап алуымыз керек болады. Обзорда мен секілді 170-ге қоятын боламыз. Ал енді достар, обзорды 170-ге қойып болғаннан кейін біз енді кнопка огняны жүндейтін боламыз. Нешеге қоямыз десеңіздер, кнопканы 50-ге қоятын боламыз. Ал енді достар, сіздер обзорда да кнопка огняны да жүндеп болсаңыздар, енді біз DPI-мізді жүндейтін боламыз. Ол үшін біз телефонымыздың настройкасына кіріп, система и обновленияға басып, содан кейін режим разработчикқа кіреміз. Содан кейін ең астына түсіп, минимальный ширинаны табамыз. Соны біз 500-ге қоятын боламыз. Ал достар, біз осылайша обзор кнопка огня DPI-мізді жөндеп, өзімізге читерск настройка істеп алған болатынбыз. Енді достар, сіздер өздеріңіздің достарыңызды таңғалдырсаңыздар болады. Сондықтан достар, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.